Біреу ыңырсығандай ма? Шырт ұйқыда жатқан Амантай селк етіп оянып кетті. Көзін ашса, үйдің іші тас қараңғы. Әуелі түк түсінген жоқ. Манаурап ұйқылы ояу жатты да қойды. Әдетте оң қол жақта алақандай терезе болушы еді. Түнде сол терезеден бозарып, болмашы жарық білініп тұратын. Енді бозамықтанған жарық та жоқ, терезе де жоқ, жым-жылас. Біреу терезені тас қып бітеп кеткен сияқты. Сынық сүйем сызат білінбейді. Ойына әлгі бір ыңырсық үн оралды. Құлақ төсеп, бір ауық тың-тыңдап еді, қайтып естілмеді. Мұның оянғанын сезіп ал қалғандай ыңырсуын саптайды. Әлде түсі ме? Әй, бірақ түске ұқсамайды. Ол жаңа ғана құлақ түптен ап-анық естіліп еді ғой. Иә, біреу ыңырсыды ғой. Дыбыс шыққан жаққа қарай батылсыз қол созып еді, алақаны жұп-жұмыр жалаңаш кеудеге тиді. Қасында бір көрпе астында тұла бойы қорғансыздай балқып мәдемі жатыр. Түкті де сезер емес. Дем алғысы білінбей, алаңсыз ұйқыда кеткен. Амантай қыздың ып-ыстық кеудесінен қолын алғысы келмеді. Кеудесінің тып-тығыз екенін көзі көрсе де, алақаны сезіп жатыр. Ұйқы шайдай ашылды. Тәтті бір құмарлық 62 тамырға жайылып, алды-артына қаратпай, дуылдатып ала жөнелсін. Томпиып ұйқы құшағында жатқан Мәдеміге қарай аударылып түссе, жұп-жұмыр қос анарға тұмсық тақап еді, сүт иісі бұрқырап қоя берді. Өзін біреу қоярда қоймай, бауырына қарай икемдеп әкетіп бара жатқасын қыз да шошып оянып, қапелінде қайда жатқанын, кіммен жатқанын ұқпай, көңілі үркіп, жастықтан басын жұлып алды. Сонысына бірақ өзі ұялып, жігіт құшағына құлап түсті. Бірін-бірі жаңа көргендей қадалып ұзақ сүйісті. Ақыры аңсарына жетіп тынған олар, басы кеткен жаққа аяғы кетіп, ұйықтап бара жатыр екен. Тағы да сол ыңырсыған дауыс. Әне, енді тіпті ап-анық естілді. Қатты жәбір көрген, оған жаны күйген адамның күрсінісі. Бәсеңсіген емес, қайта мұның жүйкесін қасақана жұқарта түскісі келгендей үдеп барады. Тап ірге тұста, әлде аяқ жақта мекен. Амантай басын шалт көтеріп тың-тыңдай қалып еді, әлгі бір ыңырсық дауыс пышақ кескендей сап тиыла қалды. Енді ол мойыны талғанша жастықтан көтеріп алған басын төмен түсірген жоқ. Бірақ ыңырсық дауыс қайта естілмеді. Қой, бұл тұс болмады ғой. Әлде түсім бе екен, деп ойлады. Ол көрпені кеудесіне қарай тартып. Бірақ бір нәрсе түске қайта-қайта ене бергені несі екен? Мәдеміге қарай қолын созып еді, алақанын қыздың жұп-жұмыр анарына қарып түсті. Бұл жолы шошып оянған жоқ. Ұйқылы ояу, былдырлап, жалаңаш білегін созып, жігіт бауырына өзі кіріп бара жатыр. Кірпігі кірпігіне айқасқаны сол екен, әлгі бір ыңырсыған үннің тағы да естілгені. Құдай-ау, көзі ұйқыда, көңілі ояу Амантай біресе тым алыс, қыр астынан талып жеткен, біресе жақынның дәл іргеден ап-анық естілген мазасыз үнге еріксіз құлақ түріп, қимылсыз қалды. Ыңырсық үн осымен 3-ші рет естілгенін санасы сезіп жатыр. Астапыралла, әлгі бір кезде байқамапты. Ыңырсып жатқан басқа емес әйел адам, қыздың даусы. Әне, тағы да естілді. Қатынсыраған әңгүдік біреу о бейшараны еркінен тыс ұйпалап,
апырып-жапырып бара жатқан сияқты. Байғұс қыз бұлқынып қарсыласуға да дәрмені жоқтай. Қолынан бар келгені кеудесін езіп жаншыған неменің қорлығына шыдамай ыңырси беру ғана. Соны өз құлағымен ап-анық естіп жатқан Амантайдың да Құданың құдіреті тілі байланып қалыпты. Тырп етерге қауқары жоқ. Тұла бойын суық тер жуды. Ал әлгі қыз, бейшара қыз, жаңағы ыңырсу ма, ол енді булығып жылай бастады. Өзіне де, өміріне де разы емес біреу. Көкірегі толған өкініш, қыжыл мен күйініштен жүрегі қарайған бір мұңлық. Адамды әрі-сәрі етіп қойған бұл немене, түсім бе, өңім бе, неге жылайды, не көрінді оған? Ол олау, бұныкі не? Жүрегі қысылып, басы айналды. Буын-буыннан әл кеткен, кеудесін көтеруге зар боп сүйретіліп жатыр. Шыбын жаны кеудесінде емес сияқты. Иә, өзі де біртүрлі өлікке ұқсап бара ма қалай? Бойында түк күш жоқ. Әлгі бір тұншығып жылаған қыз, бейшарау, өкпесі өшті-ау. Өзін-өзі ұзақ қинап, тілінің ұшын әрең қозғады. Бісміллә деуге шамасы келді сосын. Сол-ақ екен, тарс жұмған көзі ашылып кетті. Сол-ақ екен, бейшара қыз жаны жай тапқандай кенет тым-тырыс боп қалды. Мұның көз жанарында ыстық жас іркіліп тұр. Бозарып таң атып қалған екен. Бөлме ішінде қараңғылық сейіле бастапты. Қасында бері қарап қырымен жатқан қыз мүсіні байқалады. Бұл жолы Амантай ол жаққа қол созған жоқ. Төсектен сыпырылып түсті де аяғын сүйрете басып, қуықтай дәлізге бет алды. Құлағында тұншыға жылаған қыздың даусы. Азанғы шайын апыл-ғұпыл ішкен Амантай жұмысқа асығыс аттанып кетті. Мәдемі алғашқы түннің балдай тәтті ләззатын бірге татқан жігітті көзбен ұзатып салып қуана күлімсіреп тұр. Ол тезірек кеш түссе екен, Амантай жұмыстан тезірек оралса екен деп тіледі. Амантайдың да ойы сол, бірақ бүгін күннің тас төбеде тапжылмай тұрып алғанын жалғыз Мәдемі ғана аңғарған шығар. Уақыт тұсаулы аттай кібіртіктеп жылжымай қойғасын білек сыбанып аядай бөлмені жинауға кірісті. Есік-терезені сабынды сумен сықылап жуып еді, кірден арылған әйнектен ішке шуақ құйылды. Қара қотырланған еден де бұрынғы сарғыш бояуын тапты. Қуыс-қуыста шаң бөгіп тұр екен. Сыпырғыш ұшына тұқымы құрысын, не нәрсенің бәрі ілініп жатыр. Түфу кәпірлер, шошқалар, жиіркенбей қалай тұрған деп бұрынғы тұрғындарға кейіп мұрнын тыржитты. Тек аяғының астына орындық қойып, төбедегі люстраға қанша созса да қолын жеткізе алмады. Содан соң күйеуімнің алдында дәмді ғып тамақ пісіріп қояйын деп күлімсірей күбірлеп асханаға тартты. Осылай деу жанына жағып, көңіліне ұнап барады. Қызық деп жымың ете қалды сосын. Кеше ол басқа адам еді, енді күйеуім. Амантай табалдырықтан аттай бере, қуықтай үйде жанға жайлы шаттық орнай қалғанын сезіп, ет жүрегі елжіреп сала берді. Қаланың қарбаласқан тірлігін көтере алмай, шиыршықталған жүйкеңді әп-сәтте жайма шуақтандыра қоятын дәл мынадай бақытты бұрын-соңды бастан кешіп көрген емес. Мұны әр кеште қаңыраған бос бөлме сұп-суық боп, аяздай қарып қарсы алушы еді. Сонда орыс қожайынның адыра қалғыр ескі сарайынан безіп кеткісі келетін. Бірақ қайда барады? Бұған пана бола қоятын біреу бар ма екен осы қалада?
Жоқ қой жоқ. Іргеге тақау қойылған үстел үстінде қашан көрсең қатып сенген көгерген ас қалдықтары ат көпір болады да жатады. Біреудің жаман кепесін удай ақшаға жалдап алуын, бұл жалдап алғанмен бар рақат көртышқан мен қара шыбындікі. Төсегі торай аунағаннан жаман, өмірі жиналған емес. Жиналса айына жылына, онда да пәтер ауыстырғанда ғана. Алматыға келгеніне міне 3 жыл. Осы 3 жылда бұл өзі қазан көтеріп ас пісіріп пе десеңші. Үйден ыстық ас ішпеуге өзінің де еті үйреніп кеткен. Ал бүгін бәрі басқаша. Асхана жақтан айрықша бір хош иіс бұрқырап, жанға жайлы жылы леп есіп қоя берді. Өзі жап-жас, өзі сүп-сүйкімді әйел заты ып-ыстық құшағын жайып кеп, мойынға асылып, қуана қарсы алып жатқаны мынау. Келіншегін лып еткізіп, жеп-жеңіл көтеріп алды. Түймесін ағытып, қос өңірін айқара ашып жібергенде, кеудесіне бұлтиып біткен қос анар жарқ етіп көрініп, көзін қарықтырды. Жап-жарық қой. Мәдемінің даусы былдырлаған сәбидің үні сияқты естілді. Пердені жапшы. Амантай қазір тіпті тіл алғыш баланың нақ өзі. Жүгіріп барып пердеге жармасты. Қасын керіп, көзін жұмған келіншек қайдан біліп қойғанын қайдам. Қараңғы емес қой, деп еркелей тіл қатты. Ұяласың ба? Ұялам. Ұят қой, қарамашы. Қарамаймын. Міне мен де көзімді жұмдым. Мәдемі жігіт салмағын сезінген сайын өн бойын от кеулеп бара жатқанын аңғарды. Тас боп қатып ұйықтап қалған екен. Ыңырсып жылаған дауыс құлаққа тағы да түрпідей тигені. Бөлме іші бүгінде қап-қараңғы. Елегізіп құлақ түрді. Тым-тырыс. Сағаттың әлсіз тырсылы ғана естіліп тұр. Әлгі бір жылаған, иә, осы жаңа ғана өз құлағымен ап-анық естіді ғой. Оянып кеткені де содан емес пе? Енді неге тыйыла қалды? Неге? Әлде құлағыма шулаған? Осы үйде бір бәле бар деп ойлады бір мезет. Жын шайтан бар. Маңдайдан сұп-суық тер бұрқ ете қалды. Саусақтары арбиған, қорқынышты бір құбыжық ебедейсіз қимылдап, төсек үстіне төбеден төніп келгендей. Төніп кеп, екінші түн бүйірін қыздырып жатқан жас келіншекті әй-шәй жоқ, қойнынан суырып әкетпек сияқты. Бисмилля, кет, пәлекет. Демнің арасында санасына ұялап үлгерген үрейден әрең айықты. Басы қаңғырып, дәл кешегіден бүгінде ұйқы қашты. Әлде қабырғалас көрші әйел ме жылаған? Әлде ұйқы сұрап жатқан мәдемі болмағай. Бұл әңгіменің жалғасын алдағы уақытта менің каналымнан тыңдай аласыздар. Әңгіменің жалғасын жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеле кетіңіз.